Есікті жауып кетіп қалды. Қарағандыда ит жетектеген жолаушыны автобусқа кіргізбеді. Автобус жүргізушілері балаларды, билетсіз немесе жануарлары бар жолаушыларды көліктен түсіріп жібергенде не қаланың сыртына барып тастағанда олардың әрекеті заңды ма? Жолаушы не істеу керек? Оның қандай құқығы бар және мемлекеттік органдар оларды қорғай ма? Бұл сұрақтардың жауабын тілшілеріміз анықтап көрді. Оқиға түсірілім кезінде болды. Ондағы мақсат жүргізуші итерткен жолаушыны автобусқа кіргізе ме, жоқ па, соны байқап көру еді. Бірақ қоғам белсендісі Наталья Уголькованы жүргізуші ішке кіргізбей қойды. Есікті көз алдында тарс жауып жүріп кетті. Извините, пожалуйста, а почему вы не взяли собаку? Кешіріңіз, сіз неге аялдамада итімен бірге тұрған әйел адамды алмай кеттіңіз? Қай жолаушы? Сіз жаңа ит ерткен жолаушыны алмай кеттіңіз ғой. Мен оларды көрген жоқпын. Қалайша көрмей қалуға болады, дәп аялдаманың алдында тұрды ғой. Мұндай жағдайлар елдің түкпір-түкпірінде жиі кездеседі, дейді Наталья Уголькова. Заң бойынша жолаушы итті қарғыбаумен ұстап қоғамдық көлікте алып жүруге құқылы. Бірақ оның айтуынша мұндай жағдайға байланысты автобус жүргізушілерінің жауапкершілікке тартылғанын естімепті. По сути, это нарушение. Негізінде бұл жолаушы тасымалдау ережелерін бұзу болып саналады. Жолаушыға қызмет көрсетуден бас тартқан жүргізуші әкімшілік жауапкершілікке тартылуы тиіс. Алайда іс жүзінде мұндай жағдай тіркелмейді. Себебі жүргізушілер соңына дейін жалтарып, ойдан шығарылған сылтауларды алға тартады. Мінекей, мына азамат менің құқығымды бұзып тұр. Сіз түсінесіз бе? Автобусқа итпен мінуге болмайды. Итті қарғау болса да ішінде адамдар отыр. Сондықтан болмайды. Оған көнбесеңіз, бәріміз осында бір орында қозғалмай тұра берейік. Алматылы Галина Досан мен оның алтын түстес ретриверін автобустан түсіріп жіберген. Барлық тәртіпті сақтағанмен жүргізуші басқа жолаушыларды да түсіріп, полиция келгенше орнынан қозғалмай қойған. Кейін автопарк өкілдері иттің үстінде қарғыбау емес матадан жасалған байлау болғанын, ал жүргізуші болса жануар ветеринарлық клиникадан шыққан соң агрессия танытуы мүмкін деп қорыққанын айтты. Видео с полицейским, где он говорит водителю. Видеода полиция қызметкері итке қарғыбау тағылғанын мойындағанымен, кейін ретриверге қосымша тасымалдау жәшігі қажет деген талап қойылды. Өзім түсінбей қалдым. Шын мәнінде заңда ондай талап көрсетілмеген. Сондықтан жүргізушілер де кейде өз қалауымен жолаушыларды автобустан түсіріп жібереді. Бұдан бөлек автобус жүргізушілері жолақысын төлей алмаған әлеуметтік картасын немесе оқушы куәлігін үйде ұмытып кеткен балаларды да түсіріп жіберген жағдайлар кездескен. Сол сияқты тәртіп бұзған немесе ішімдік ішкен ересектерді де жүргізушілер түсіріп тастайды. Ал автомобиль көлігі туралы заң бойынша жолаушыдан екі-ақ нәрсе талап етіледі. Біріншісі жолақысын төлеу, екіншісі автобус ішінде тәртіп сақтау. Аталған талаптар бұзылған жағдайда жүргізуші жолаушыдан көліктен түсуін талап етуге құқылы. Яғни, егер ол жолақысын төлемесе, мас күйінде немесе есірткілік әсерде болып, өзге жолаушылардың мазасын алып, оларға қауіп төндірсе, не қоғамдық тәртіпті бұзса. Заңға сәйкес 16 жасқа толмаған баланың қасында ата-анасы не ересек адам болмаса, автобустан түсіріп жіберуге ешбірінің құқығы жоқ. Мысалы, Қарағандыда 18 жасқа дейінгі балалар үшін жолақыны бюджет өтейді. Сондықтан балаға тек жол жүру картасын басып өтуі жеткілікті. Ал егер ол картасын ұмытып кеткен жағдайда, оны автобустан түсіруге тыйым салынған. Әйтпесе автопарк қызметкерлері Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 571 бабы бойынша жауапкершілікке тартылады. Диана Саятқызы, Людмила Батюшкина, Ирина Ненашева, 5-ші арна.